Қайырлы күн. Еңбек демалысынан кері шақырту тәртібі мен рәсімделуі. Сондай-ақ 2026 жылғы ерекшеліктер, яғни жазғы демалыс уақытында сайлау учаскелерінде мекеме басшылары мен қызметкерлердің еңбек демалыстары туралы, яғни сұрақтар жиі келіп түсуде. Бұл бойынша келесідей түсіндірме берер едім. Ең бірінші, еңбек демалысынан кері шақырту тәжірибесінің қалыптасуы. Еңбек кодексінің еңбек заңнамасының, яғни өндірістік қажеттілік туындаған жағдайда жұмыскерді жыл сайынғы ақылы еңбек демалысынан кері шақырту көзделген. Сондай-ақ еңбек кодексінің 95 бабының талаптарына сәйкес ақылы еңбек демалысы, яғни демалысынан жұмыскерді кері шақыртып алуға байланысты жұмыс берушінің бастамасы бойынша жүзеге асырылатындығы да анықталған. Яғни қызметкерлер көп жағдайларда алмастыратын азаматтың болмауына байланысты, күрделі қаржылық жағдайлар кезінде кейбір жұмыс берушілер еңбек демалысынан кері шақыртып алу тәжірибелерін жиі қолданған. Және де жұмыс берушілер демалыста жүрген жұмыскердің орнына уақытша маман іздеу, оны оқыту, жұмысқа жіберу, рұқсатын рәсімдеу сияқты қосымша жұмыстар мен шығындарды болдырмаудың, яғни тәжірибесі қазіргі уақытта жиі жұмыскерлер тарапынан еңбек демалысынан кері шақыртып алу туралы өтініш түрінде рәсімделеді. Кей жағдайларда тіпті жұмыскерлердің тарапынан, яғни талаптарда кездесіп жатады. Дегенмен, бұл жерде атап өткен жөн, ақылы еңбек демалысы жұмыскердің келісімі болған жағдайда жұмыс берушінің бірінші ұсынысы, қызметкердің келісімі, одан кейін жұмыс берушінің тиісті актісі болған кезде ғана жүзеге асырылуы керек. Ең бірінші, еңбек демалысынан кері шақыртудың негізіне тоқталғым келеді. 95 баптың бірінші тармағына сәйкес, яғни өндірістік қажеттілік болған жағдайда. Бұл жерде жұмыс беруші өндірістік қажеттіліктің болуы, яғни қандай негізде қызметкерді кері шақыртып жатқаны, ол тараптардың еңбек демалысын үзіп жұмысқа шығар кезде қызметкердің келісім бойынша жұмыс берушінің ұсынысында көрініс табу керек. Және де міндетті түрде жұмыс беруші тиісті бұйрық шығарады. Яғни еңбек кодексінің 92 бабының 6 тармағында көрсетілгендей, демалысты беру, ауыстыру, не одан кері шақыртып алу жұмыс берушінің актісімен рәсімделеді. Және де аталған жұмыс берушінің бұйрығында міндетті түрде қандай негізде қызметкерді еңбек демалысын үзіп жұмысқа шығып жатқандығы көрініс табуы тиісті. Пайдаланбаған демалыс күндерін беру тәртібі. Енді еңбек демалысының пайдаланбаған, яғни кері шақыртып алғаннан кейін пайдаланбаған күндерін қандай тәртіпте қызметкер оны пайдаланады. Яғни 95 баптың 2 тармағында көрсетілгендей, кері шақыртып алған жағдайда пайдаланбаған бөлігі, яғни тараптардың келісімі бойынша ағымдағы жұмыс жылында немесе келесі жылдың осы жылдың кез келген уақытысында немесе келесі жұмыс жылының, яғни ақылы еңбек демалысына қосыла отырып берілуі мүмкін. Бұл жағдайда да жұмыскер, яғни өзінің келісімін берген кезде, егер күндерін қайта пайдалануды көздейтін болса, міндетті түрде, яғни қай уақытта пайдаланатындығын келісімде анықтап жұмыс берушінің бұйрығында рәсімделуі тиісті. Және де осы жерде 115 баптың 2 тармағының 4 тармағында, яғни жұмыскерді еңбек демалысын үзіп кері шақырған кезде, яғни өтемақы төлеміне келіскен жағдайда еңбек демалысының, яғни төленген ақысын кері қайтармайды. Ал егер де өтемақы емес, мысалға күнін басқа уақытта пайдаланатын болған жағдайда, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын, яғни ауыстыру немесе оны кері шақыртып алғаннан кейін, яғни қаражатын қайтару мәселесі қызметкердің алдында тұрады. Және де бұл төленген ақыны тараптардың келісім бойынша, яғни қызметкер қайтарғаннан кейін келесі пайдаланбаған бөлігі берілген кезде қайта төленетінін еске салған жөн. Және де осы жерде атап өту керек, еңбек демалысына қатысты оны кері шақыртып алуға байланысты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің түсіндірмелеріне де сіздерге сілтеме жолдап отырмын. Келесі кезекте еңбек демалысының пайдаланбаған бөлігінің орнына өтемақы таңдауға болады ма? Әрине, еңбек кодексінің 95 бабының 3 тармағында көрсетілгендей, тараптардың келісім бойынша пайдаланбаған күндеріне қызметкер егер пайдаланбайтын болса, еңбек демалысына шықпайтын болса, ол күндері үшін өтемақы, яғни өтемақы ала отырып жұмысқа кері шығуға келісім бере алады. Және де аталған өтемақы орташа жалақы мөлшерінде төленеді. Яғни бізде отпускнойдың өзі орташа жалақы мөлшерінде төленеді. Орташа жалақыны есептеудің қағидалары бізде 908 бұйрықпен бекітілген.
Және де 115 баптың жаңа айтып кеткендей 2-ші тармағының 4-ші тармақшасына сәйкес, егер қызметкер өтемақы төлене отырып жұмысқа кері шақырылған кезде, бұл жағдайда төленген ақылы еңбек демалысының бұның алдында төленген мөлшерінің қаражатын қайтармайды. Яғни осы өтемақы есебіне жатқызылуы мүмкін, және де ол қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келісіммен, бұйрықпен рәсімделуі тиісті. Енді кезекте жұмыскерді еңбек демалысынан алғашқы күні кері шақыртуға болады ма деген сұрақ қойыпты. Көп жағдайда біз енді кеңес береміз, ақылы еңбек демалысына шыққаннан кейін дәл сол күні кері шақыртқан жөн емес деп. Дегенмен еңбек кодексінің 95-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес, яғни ақылы еңбек демалысы өндірістік қажеттілікке байланысты туындайды, және де оның үзілуі жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы келісім бойынша. Тиісінше еңбек демалысы берілген күні қызметкерді кері шақырту бойынша ешқандай заңда шектеулер көзделмеген, және де бұл бойынша да еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің тиісті жауабына сілтеме көрсетілген. Еңбек демалысынан кері шақыртылған күннен бастап жұмыскерге жалақы төленеді ме? Әрине, яғни жұмыскер еңбек демалысынан кері шақыртуға байланысты мерзімінен бұрын жұмысқа шыққан күннен бастап қызметкерге еңбекақы есептелініп төленуі тиісті. Еңбек демалысынан кері шақыртудан жұмыскер бас тарта алады ма? Бұл жағдайда жұмыс беруші ақылы еңбек демалысынан қызметкерге ұсыныс береді. Ұсынысты алғаннан кейін қызметкер, яғни кері шақыртудан бас тартуға құқығы бар. Және де жұмыскер еңбек демалысынан кері шақыртуға келіспеген жағдайда ол тәртіптік жауапкершілікке тартуға жол берілмейді. Бұл бойынша соттардың еңбек дауларын шешу кезіндегі заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері туралы жоғарғы соттың нормативтік қаулысында да көрсетілген. Сондай-ақ еңбек демалысынан кімдерді кері шақыртып алуға болмайды. Еңбек кодексінің 95-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес 18 жасқа толмаған жұмыскерлерді, жүктілігі туралы анықтаманы жұмыс берушіге берген жүкті әйелдерді, және де ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды немесе қауіпті жұмыстарда жұмыс жасайтын қызметкерлерді ақылы еңбек демалысынан кері шақыртып алуға жол берілмейді. Сондай-ақ ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды, қауіпті жұмыстарда жұмыс жасайтын жұмыскерлердің тізілімі бүгінгі күні денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 1053 бұйрығымен бекітілген. Сондай-ақ ұжымдық шартта да бізде зиянды жағдайда жұмыс жасайтын, яғни қауіпті жағдайларда жұмыс жасайтын жұмыскерлердің тізілімі белгіленген. Келесі кезекте қызметкерді еңбек демалысынан кері шақыртуды рәсімдеу. Ең алдымен жұмыс беруші қызметкермен келіссөз жүргізіп, оның еңбек демалысынан кері шақыртып алуға жазбаша келісімін алу қажет. Егер жұмыскер келісім берсе, тараптар жұмысқа шығу күнін және еңбек демалысын пайдаланбаған бөлігін пайдалану тәртібін анықтайды. Бұл ретте жұмыскер демалысынан кері шақыртып алуға өзінің жазбаша келісімін беруі тиіс. Және де жазбаша келісімінде еңбек демалысының үзу күні, жұмысқа шығу күні, пайдаланбаған демалыс күндерін кейін беру немесе өтемақы төлеу, сондай-ақ төленген демалыс ақысын есепке алу немесе ұстап қалу тәртібі сияқты кері шақыртып алу шарттары нақты көрсетілуі қажет. Сондай-ақ тікелей басшылық ететін, яғни өндірістік қажеттілікке байланысты жұмыскерді демалыстан шақыртып алуға байланысты қызметтік хатын дайындайды, және де қызметтік хатында шақыртудың негізі, себебі көрсетілуі тиісті. Және де осы жұмыс беруші осы рәсімдер жүзеге асырылғаннан кейін, яғни жұмыскерге қатысты бұйрық шығарылып, өзінің бұйрығымен қызметкерді таныстырып, қызметкерді жұмысқа шығаруы міндетті. 2026 жылғы ерекшеліктер, яғни жазғы демалыс уақытында сайлау учаскелерінде қамтылған мекеме басшылары мен қызметкерлердің еңбек демалыстары туралы. Яғни ақылы еңбек демалыстары жалпы негізде беріледі, және де кері шақыртқан жағдайда ол тек қана осы 95-ші бапта көрсетілген, яғни талаптарға сәйкес тараптардың келісімдерін рәсімдей отырып жүзеге асырылуы қажет. Сондай-ақ сіздерге нысан ретінде, үлгі ретінде, яғни кері шақыртып алуға байланысты қызметтік хаттың, қызметкердің келісімін, жұмыс берушінің тиісті бұйрығын екі жағдайда, яғни пайдаланбаған демалыс күндерін кейінге қалдыру және де өтемақы алу тәртібі бойынша жобасы жасалған болатын. Осындай сіздерге арналған әдістемелік құрал дайындалды. Тиісінше біздің Telegram парақшамыздан аталған әдістемелік құралды өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің
кәсіподақ жамбыл, яғни профсоюз жамбыл Facebook, Instagram, Telegram, YouTube парақшаларына жазылуларыңызды шақырамын.